Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен шоу Android фильміне шоу жасаймыз. Таңғы 7-де Рия шөлейт арасында орналасқан қызғылт үйде оянады. Көк киім киіп, Джекке шай алып келіп, оны ояндырады. Екеуі таңғы ас ішіп, Рияға үй жинастыруға көмектесіп, арасында камераға толы үйге көз салып қояды. Еркек қызға кездейсоқ тиіп кетіп еді, қыз жоқ, мен саған тек кешкі 9-да ғана берілем деп айтады. Күнді Рия бақта жұмыс істеп, не деген керемет қайшы сатып алдық деген тәрізді сөздер айтып қояды. Ән қосылғанда Джекті биге шақырады. Еркек мұң көзімен партнеріне қарап биге келіседі. Еркек аварияға тап болып өле жаздап, бірақ ДТП-ге айыпты адам қашып кеткен оқиғаны есіне алады. Рия жаттығу жасап болып, душ қабылдап, артынша романтикалық кешке әзірленіп, ашық киім киіп алады. Тағам әзірлеп жатып, Джек саңырауқұлақ ұнатпаймын десе де, қыз одан әзірленген керемет соусты мақтап, оны тағамға қосады. Тамақтан отырып, еркек бұдан қызығырақ нәрсемен айналысайықшы деп айтады. Бірақ қыз өзінің күнделікті көретін сериясын көрім келеді деп шығады. Ал ыдыс жуып отырып, Рия тазалағыш құралды мақтай береді. Артынша Джек өзіне арналған сыйлықты ашып жатқанда, қыз сериалын көруге отырады. Ақыр кешкі 9-да қыз Джекті өзіне шақырып, жұп махаббатпен айналысады. Ал ертеңгі 7-де қыз тұра салып, дәл кеше жасағандарын қайталай бастайды. Қыз қызыл көйлек киіп, кофе алып, Джекке барып, оны оятады. Бірақ бүгін бұл басқа еркек. Джек қыздың аспаздық қабілеттеріне мінтігеді. Бірақ қыз оған ренже қоймайды. Одан соң еркек қызды төсекке мәжбүрлеп алып барып, қыздың кешкі 9-ға дейін күтші деген сөздеріне қарамастан арам ойларын іске асырады. Бақшада Рия қайтадан қайшыны жарнамалай бастайды. Артынша Джекті биге шақырады. Бірақ ол бас тартып, қызға өзің биле деп айтады. Джек қыздың жаттығу жасағанына күліп, тығылып тұрып душқа түскенін аңдиды. Ас үйінде қайтадан соусты жарнамалай бастайды. Джек болса оған картоп әзірлеп, тамаққа жақсы киім ки деп айтады. Тамақ ішіп отырып, еркек қызық киініп алған қызға картоп бөлшектерін лақтырып отырады. Рия болса жай күлімсіреп қоя салады. Джек өзінің сыйын шегіп отырғанда, қыз өзінің сүйікті сериалын тамашалап отырады. Көрермендер не үшін топырлап жиналдық, жасайтындарыңды тезірек жасаңдар деп сұрайды. Мәз Джек қызды спальняға әкетіп қалады. Келесі күні бәрі тағы қайталанады. Бұл жолы қыздың таңдауы көк көйлек. Джекке әдеттегідей ыстық шоколад алып келеді. Бірақ бүгін Джектің рөлін жас қыз сомдайды. Өзінше ырза Джек Рияның көйлектерінің бірін киіп алады. Сосын жастықтарды алып, бірін-бірі ұрып ойнауға кіріседі. Қыздардың күліп ойнап жатқан көріп отырған экранның арғы бетіндегі көрермендер де қуанышты. Джек қыздың әрбір әрекетін қайталай бастайды. Тіпті жаттығуларында тағам ішіп отырып, Джек қыздың талғамына сүйсінеді. Ол болса, күнделікті қолданылатын заттарын рекламалауды ұмытпайды. Джек сыйлығын өзіне қалдырмай, Риямен де қуана бөліседі. Сериалда да екеуі бірге көрумен өткізеді. Осылай күннен күнге қайталанады. Күннен күнге әртүрлі Джектердің жағымсыз, дөрекі әрекеттеріне күлімсіреп отыруға мәжбүр болады. Әр түні арнайы мамандар келіп, қажет құрал-саймандарды тиісті орындарына қойып кетеді. Рияның программалық жүйесін ауыстырып, бір Джекті басқа Джекке ауыстырады. Танымал ток-шоудың жүргізушісі Эрика Тернер Риямен күн өткіз атты аса танымал шоуды ойлап тапқан екі қонағы, продюсер Митчелл мен режиссер Робертсті таныстырады. Олар шоудың сонша танымал болуы күніге ауысып отыратын Джектің күтпеген әрекеттер жасауында деп сырларымен бөліседі. Үйде 250-ге жуық камера бар, ал көрермендер кейде онлайн дауыс беріп, Рияның кейбір әрекеттеріне әсер ете алуы мүмкін. Келесі сезонда Рия Рождествоны Джектің келесі порцияларымен өткізетін болады. Кейбір көрермендер бағдарламаны аса қатыгез деп есептейді. Шоуды басқарушылар оған жай ғана күліп қоя салады. Көрермендер Рияның помадасына, киім таңдауына, кейбір күндер не істейді, сол сияқты нәрселерге дауыс бергенді айрықша жақсы көреді. Митчелл бір күні шоудың көру деңгейін көтеру үшін драматизм қосайық деп шешеді. Ал сол уақытта фургон келесі Джекті алып келе жатыр. Секретарь Джесс вице-президент Флемингке ұлыңыз электронды почта арқылы бір хат жіберді деп хабарлайды. Техникалық қолдаудың мамандары кезекті Джек әдемі андроид қыздың денесін толығымен қолданып жатқанын көріп, мәз болып күлкіге беріледі. Митчелл мен Роберт кіріп, келесі Джек оларға жалған документ жіберген вице-президенттің ұлы екендігін айтады. Осыған қарамастан шоу жүргізушілері жігітке қоңырау шалып, адамдардың назарын аудартатын жаңа бір нәрсе жасашы деп айтады. Сөздерін аяқтап, екеуі вице-президенттің ұлы олардың шоуының рейтингін айтарлықтай көтереді деп мәз болады. Бірақ олар Джектің тыйым салынған гаджетті өзімен алып келе жатқанын әлі білмейді. Артынша вице-президент оның ұлы шоуға аттанғанын біліп, қауіпсіздік қызметінің басшысы Джесси Джонға қоңырау шалады. Вице-президент оның ұлы өзінің шынайы кейпін бағдарламада ашпайтынына сеніммен қарап,
Әйткенмен сақ болуларын сұрайды. Қыздың үйіне барып, Джек ұйқыда жатқан Рияны жаймен нәзік сүйеді. Өзінің күнін Рия әдеттегідей бастайды. Джек болса, үйдің жүйесіне бірден вирус жібереді. Теледидарлардағы трансляция үзіледі. Ал қолдау қызметінің мамандары ешнәрсе істей алмай, амал жоқ, шоудың ескі нұсқаларын қосып қояды. Вице-президент шоудың басшылары ондағы менің ұлым екендігін біліп, қауіпсіздік ретінде осындай қадамға барды деп ойлайды. Джек камералар өшік деп айтса да, Рия өзінің рөлін ойнауды жалғастыра береді. Джек сені құтқару үшін маған көп мөлшерде ақша төледі деп, артынша жігітті барлығы жоспар бойынша болып жатыр деп сабырға түсірген оның құпия тапсырыс берушісіне қоңырау шалады. Шоу басшылары жүйеге вирус кіргенін анықтайды, бірақ қайткенмен де одан құтыла алмайды. Құпия тапсырыс беруші вирустың арқасында Рияны толық өзіне бағынышты етіп, Джектің басына таба ұрып, талдырып, орындыққа байлап қояды. Кейінірек есін жиған жігіт ол жерден шығып кету амалын жасап, қыздың қолына пышақ тығып алады. Қыз болса, астында металдық каркас орналасқан терісін оп-оңай алып тастайды. Программистер әйтеуір бір-екі камераны бақылауға алып үлгереді. Митчелл болса, үйдегі төтенше ахуалға қарамастан тікелей эфир жүргізулеріне бұйырып, көрермендерге болып жатқанның барлығы шынайы деп хабарлайды. Одан кейін полицияны шақырады. Бірақ шөл далада орналасқан үйге жету үшін 3 сағаттай уақыт керек. Джек Рияны басқарып отырған құпия адам екендігін білмей, қызды ақылға шақырмақшы болады. Флеминг Митчеллге хабарласып, тезірек есін жоғалған андроидты бақылауға алуларын талап етіп, Джек вице-президенттің ұлы екендігін жария етпеңдер деп айтады. Продюсер қолымыздан келгеннің барлығын істеп жатырмыз, және де Рияның бағдарламалық жасақтамасының арқасында ол адамды өлтіре алмайтындығын баян етеді. Флеминг болса, Рияны басқарып отырған адамдар оның ұлы үшін аса көп ақша сұрайтынына сенімді. Дәл сол адамдар Рия арқылы үйге жақындамаңдар, болмаса жігіт өледі деп ескертеді. Осының барлығы шоудың бір бөлігі екендігіне сеніп отырған көрермендерге де жігіттің тағдырын шешуге дауыс берулерін сұрайды. Техникалық қызметтің маманы Тонни қызды толық басқаруға алса, адамды өлтіруге болады деп сыр жаяды. Рия Джекке автокөлік авариясының кесірінен көз жұмған 8 жасар баланың оқиғасына байланысты жазылған газет кесіндісін көрсетеді. Оқиға вице-президенттің ұлының тікелей қатысы бар болса да, беделді әкесі баласын ақтап алу үшін үйіп төгіп ақша төлейді. Таң қаларлық жаңалықты естіп, вице-президент дереу тікелей эфирді өшіруді сұрайды. Сол арада көрермендер жігіттің кесірінен кішкентай бала қайтыс болғанын біліп, оны өлтіруге дауыс береді. Джон телекомпанияға басып кіріп, вице-президенттің ұлына бір нәрсе болатын болса, шоу жетекшілерін түрмеге қамаймын деп сөз береді. Олар мақұлдап, тікелей эфирді сөндіріп тастайды. Бірақ құпия адам трансляцияны интернеттен де көрсетіп жатыр екен. Джек қысымның арқасында 7 жыл бұрын шынымен де қорқынышты аварияның себепшісі болдым. Бірақ ол жерден қорқып қашып кеттім деп мойындайды. Ол барлығын полицияға айтқым келді. Бірақ жағдайдан шығарып алған әкем оны жасауға жол бермеді деп сыр шертеді. Тәубеге келген Джекті көріп, Рия бөлмеден шығып кетеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін қайта келіп, үлкен пышақты алып, жігітті өлтіріп тастайды. Шоу жетекшілері мен көрермендер көргендеріне сене алмайды. Қыз ол жерден құпия адамның көлігіне отырып алады. Ал беймәлім деп жүрген адамымыз қайтыс болған баланың әкесі, сондай-ақ киноның басында көрген Джек болып шығады. Сол уақытта вице-президент өзінің секретары Джесс оның баласын өлтіруге көмектескендігін біліп қояды. Ол балаңыз жасаған қылмысты әрдайым жауып жүрге арын бармай, қажетті ақпаратты қайтыс болған баланың әкесіне беріп отырдым деп мойындайды. Бірақ әйел барлығы осылай аяқталады деп ойламапты. Митчелл темір тордың артына отырады. Бірақ басын түсірмей, Робертке шоудың келесі сезонынан дайындал. Менде Рияның бірнеше копиясы бар деп айтады. Кейінірек бұзылып қалған Рия бір баспанада өзінің шоуының рождестволық шығармаларын көріп отырғанын көреміз. Қыз маған қорқынышты деп, артынша Дэвидке ғашық екендігін мойындайды. Еркек андроидтың да сезім болады деп ойлап қалады. Дэвид оған адамды өлтіргізіп қойғанына өкінемін деп шындығын айтады. Бірақ Дэвид вице-президенттің андроидты толығымен қайтадан өз бақылауына алып, сол сәтте өлтіру режимін қосқандығын әлі білмейді.